Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетшілері жету үшін видео астындағы бір лайк және жазғы түлмерін басыңыз. Қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларына тисін. Астана тазалық қызметкерлерінің жалақысы 20%-ға өседі. Бұл туралы қала әкімі Алтай Келгенов әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Астана тазалық қызметкерлерінің компанияның 14 жылдығымен құттықтады. Біздің коммуналдық қызметкерлер күндізде түнде де кез келген ауа райында жұмыс істейді. Аязда, жаңбырда, қар жауғанда және жылы кезде. Олардың қажырлы және жауапты жұмысын арқасында қалада тәртіп пен тазалық сақталады. Коммуналдық қызметкерлер қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау үшін жұмыс істейді, дейді әкім. Айтуынша, әкімдік жұмыс үшін қолайлы жағдайға жақсарту бойынша жұмыс істеп жатыр. Мысалы, 3 жыл ішінде 100-ден астам арнайы техника мен жабдықтар сатып алдық. Осылайынша автопаркті айтарлықтай жаңарттық және кеңейттік. Желі негізінде жалақыны арттырамыз. Мысалы, қараша айынан бастап жол жұмысшылары мен жүргізушілердің жалақысын 20%-ға арттырамыз. Сыйақылар соның ішінде мереке күндеріне енгізіледі. Бірақ бұл да жеткіліксіз. Біз жағдай жасау үшін барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. Соның ішінде коммуналдық қызметкерлердің жалақысын көтереміз, деп жазды елорда әкімі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.